Алан, маған көмектесші. Әрине, ол қуанды деген сөйлемде. Әрине сөзіне қандай сұрақ қоярымды білмей отырмын. Дана, сөйлем сөздерді топтастыратын үй сияқты. Үйде кейде отбасы мүшелерінен басқа да адамдар болады ғой. Олар сол үйге қызмет етеді, үй шаруасына көмектеседі. Сөйлемде де солай. Сөйлем мүшесіне жатпайтын, бірақ сөйлемге қызмет ететін сөздер болады. Қараш, әрине деген сөздің осы сөйлемге қандай қажеті бар? Егер әринені алып тастаса, айтушының сенімі, ойы көрінбей қалатын сияқты. Дұрыс айтасың, сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көзқарасын, сену, мақұлдау, күмәндану білдіретін сөздерді қыстырма сөздер деп атайды. Мұндай қыстырма сөздер көп пе? Жиі қолданылатындары мыналар. Сөйлемдегі ойға сендіру мақсатында қыстырма сөздер әрине, әлбетте, рас, шынында да, жасыратыны жоқ, турасын айтқанда сөз жоқ. Сөйлемдегі ойға күмән келдіру мағынасындағы қыстырма сөздер сірә, мүмкін, бәлкім, шамасы. Алдыңғы айтылған ойға қорытынды жасау мақсатында қыстырма сөздер қысқасы, тоқ етері, демек. Көңіл күйді жеткізу мақсатында қыстырма сөздер бәсе, бақытымызға қарай, амал не, өкінішке орай. Қыстырма сөз сөйлем ішіндегі басқа сөздерден үтір арқылы ажыратылады. Сөйлем басында келсе, одан кейін үтір қойылады. Сөйлем ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Ал сөйлем соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Көмегіңе көп рахмет, Алан.